Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің студенттік асханасында ауызашар дастарханы жайылды. Қасиетті Рамазан айындағы бұл игі шара университет құрылған жылдан бері дәстүрге айналған. Еліміздің және Түркияның қалаулы азаматтары мен мекемелері демеушілік етіп отырған ізгі іс орталық асхана, филология факультетінің асханасы және Кентау кампусындағы студенттік асханаларда берілуде. 30 күн оразада күнделікті алыс жақыннан келген қызметкерлер мен студенттерге тегін тамақ берілеміз деген жоспарда бар. Бүгінгі таңға мына 1200-1300 студентке, қызметкерлерге тегін тамақты жоспарлап отырмыз. Университет студенттері ізгі істі ұйымдастырушыларға өз алғысын жеткізді. Осы қасиетті Рамазан айында бізге студенттерге тегін ас беріліп жатыр. Ол демеушілердің және университет басшылығының тарапынан, осыған студенттер тарапынан бізге мың алғыс айтамыз. Жалпы Рамазан айында университетіміздің асханаларында кәсіпкерлердің және университет басшылығының қолдауымен осылай ауызашар беріліп жатыр. Және де бұндай қайырымдылық жобалары өзге облыстарда, өзге университеттерде өз жалғасын табады деп сенемін. Жалпы Рамазан айы баршамызға мүбәрәк болсын, тек жақсылықпен жарысайық. Айта кетейік, бұл ізгі бастама Рамазан айының соңына дейін өз жалғасын таппақ.